Исламдағы бала тәрбиесі. Құдай берді, бағашар. Бірінші тарау – отбасы тәрбие бесігі. Отау тігу. Отан отбасынан басталады. Ата-бабамыз осылайша атан түйенің белін қайыстырар алапат ойды жалғыз ауыз сөзге сыйдырыпты. Малым, жанымның, жаным, арымның садағасы деген қағиданы ана сүтімен бойға дарытқан қазақ үшін ары жанынан жоғары тұрған. Сол себепті де жарық дүниеге шыр етіп келген сәбидің күні ертең-ақ ер жетіп отбасын құрайтынын ескеріп, ерте қам жасапты. Қазақтың бел құда, бесік құда болатын ежелгі дәстүрі осыдан бастау алған. Бұдан 13-те отау иесі деген аталы сөздің де бекер айтылмағанын байқаймыз. Қазақтың баласы мен қызының отау тігуіне қатысты айтылған даналық сөздерін, сан ғасыр сұрыпталып бізге жеткен әдет-ғұрыптарын, дәстүрлерін, салт-жоралғыларын жиып-теріп қарастырсақ, кешегі көшпелі жұрттың өмір салтынан тұтастай ислам пәлсапасы айқындала түсер еді. Ол пәлсапаның өзегінен ұрпақтан ұрпаққа жалғасып тапқан үлкен өнегені аңғарамыз. Осы өнеге негізі ислам дінімен сабақтасып, бір-бірін қуаттайды. Бұл қазақ халқының ислам дінін берік ұстанғанын аңғартады. Халық даналығын Құранның аят-сүрелерімен шегелеп бекіте түседі. Мысалы, Құран кәрімде араларыңдағы бойдақтарды, сондай-ақ қолдарыңдағы құл мен күндеріңнің дұрыстарын үйлендіріңдер. Егер олар кедей болса, Аллах өз игілігімен байытады. Аллах игілігі өте кең әрі бәрін білуші деген аят бар. Қасиетті Құран кәрімнен отбасына қатысты үйленген ер мен әйелдің құқықтары мен міндеттері хақында мұнан да басқа көптеген аяттарды кездестіруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде: үйленіңдер, көбейіңдер, мен қиямет күні үмметімнің көптігімен мақтанамын деп үмметіне отбасы құруды және ұрпақ өрбітіп өріс кеңейтуді насихаттайды. Мұсылмандықты дінге кеткен қандай да бір ұлттың немесе қоғамның өз кемеліне келуі әрбір керілген керегенің мығым боп, әрбір көтерілген шаңырақтың шайқалмауына тәуелді. Сондықтан отбасы ұлт дәнегі, қоғам тірегі. Бұрынғы ойшылдар бұл тірек берік болса, ұлт та, сол ұлт ұйыстырып отырған мемлекеттің іргетасы да бекем болатынын айтып кеткен. Отбасы қалай бой түзесе, қоғам да соның ырқында болады. Адам ата ұрпақтары осы қағидалардың барлығын білсе де, мұның бастау бұлағы мен шешімі ислам дінінде тұнып тұрғанына көз жеткізе алмай-ақ келеді. Ислам діні мұсылман пенденің үйін жәннаттың бір пұшпағына теңейді. Сол себепті де жұмақтың бір пұшпағына баланған шаңырақтың астында бүлдіршіндер имани тәрбие алуы тиіс. Осындай құтты шаңырақтағы бүлдіршіндердің үйді бастарына көтеріп шулағанының өзі періштелердің құлшылықтағы тәсбихін еске салатындай тым тәтті болмақ. Үйленуді әрі ғибадат, әрі сүннет деп ұғу керек. Сондықтан да ата-ананың мұсылмандық міндеттерінің бірі мұсылман үмбеті деген атқа лайық иманды перзент тәрбиелеу. Осы арқылы екі дүниеде де Аллахтың разылығына бөлену. Шаңырақ көтеретін екі жас алдарына осындай асыл мақсат қойса, болашақта отбасымен басталатын отаны берік болады. Ислам діні бозбала мен бойжеткеннің осы бағытты көздей отырып шаңырақ көтеруін сауапты әрі құптарлық іс деп таниды. Бас аяғын терең ойластырып, ыстық сезім мен нұрлы ақылды басшы етіп тігілген отау баянды. Сол отауда жарық дүние есігін ашқан ұрпақ та қайырлы болмақ. Болашақ күйеу мен қалыңдық. Баяғыда бір кісі ойшылға барып, балам бір жасқа толды, тәрбиесін қай кезден бастаған дұрыс деп сұрағанда, әлгі ойшыл: сіз тәрбиені 1 жылға кешіктіріпсіз деген екен. Мұнан тәрбиенің сәби жарық дүниеге келген сәттен бастап қолға алынуы керектігін байқаймыз. Ал дінімізде ұрпақ тәрбиесі тіпті одан да ерте жар таңдаудан басталады.
Себебі ислам дінінің шаңырақ құруға байланысты ұстанымдарына зер салсақ, шаңырақта дүние есігін ашатын ұрпақтың да қамы алдын ала ойластырылып қойғанын аңғару қиын емес. Өскен ортаның балаға міндетті түрде әсер ететіні айтпаса да түсінікті. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілетін бала үшін әке-шешенің әрбір іс-әрекеті маңызды. Сондықтан болашақ қалыңдық пен күйеу бір-бірінің бойынан имандылықты, салиқалықты, дініміз талап еткен асыл қасиеттерді іздеген жөн. Аллах тағала Құранда мұсылмандарға былай деп бұйырады: Ей мұсылмандар! Мүшрик Аллахқа серік қосқан әйелдер иманға келмейінше оларға үйленбеңдер. Мұсылман күң саған ұнаған мүшрик әйелден қайырлы. Ей мұсылмандар! Қыздарыңды мүшриктерге, олар иман етпейінше қалыңдыққа бермеңдер. Мұсылман құл саған ұнаған мүшрик ерден қайырлы. Олар, мүшриктер, сендерді тозақтың отына шақырса, Аллах сендерді жәннатына және кешіріміне бөленуге шақырады. Аллах адамдарға ғибрат алсын деп аяттарын осылай түсіндіреді. Демек, адамзат өмірлік серік болар жарын таңдауда ең бірінші оның имандылық қасиетіне мән беруі қажет. Құран аятымен әспеттеліп бізге жеткен қастерлі жар таңдау ұғымының имандылыққа баса назар аударуы адамзат бақыты үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Өнегелі өмірдің жарқын үлгісін адамзатқа танытқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда жар таңдаған жан әйелдің 4 қасиетіне көңіл бөледі: дүниесі, тектілігі, әдемілігі және діндарлығы. Діндарын таңдаған бақытқа кенеледі деу арқылы болашақ қол ұстасқан жүрек қалауыңның иманды болуын өсиет еткен. Көрген жанды тамсандырар сыртқы сұлулық пен шалқыған дәулет қолдың кірі секілді өткінші дүние. Басты байлық руханият байлығы, жан саулығы. Бұл хақтың бірлігін таныған иманның жемісі. Аят пен хадистерде ең әуелі иман мәселесінің айтылуы ертең дүниеге келер иманды, парасатты, ізгі ұрпақтың мәңгілік бақыты үшін деп түсінуіміз керек. Құран кәрім жүрегі иман сәулесімен нұрланған ерлі-зайыптылар хақында былай дейді: мұсылман ер кісілер, мұсылман әйелдер, мүмін ер кісілер, мүмін әйелдер, бойұсынған ер кісілер мен бойұсынған әйелдер, шыншыл, шын сөзді ер кісілер мен шыншыл әйелдер, сабырлы ер кісілер мен сабырлы әйелдер, кішіпейіл ер кісілер мен кішіпейіл әйелдер, ар ұятын қорғайтын ер кісілер мен ар ұятын қорғайтын әйелдер, ораза ұстайтын ер кісілер мен ораза ұстайтын әйелдер, Аллахты көп зікір ететін ерлер мен әйелдер. Міне, оларды Аллах толық кешіреді, әрі оларға үлкен сый әзірлейді. Яғни, обал сауапты білетін дінге берік, әрі ұлы жаратушыға құлшылық жасайтын ерлі-зайыптылардың тілегі мен тірлігі жарасып, сөзі мен ісі бір жерден шығып, айрандай ұйыған отбасы болады. Адамның айнаға қарап өзін түзегені секілді балалары да ата-анасынан өнеге, ғибрат алып, иманды болып өседі. Себебі иманды әке-шеше күнә мен қиындыққа сабыр танытады, күпірліктен бойларын алыс ұстайды. Осылайша иманды отбасының иләхи рухани қуаты бала шағасына да оң әсерін тигізеді. Аллахты құрметтейтін, ақыретіне алаңдайтын, өз міндетін адал атқаруға тырысатын, ажалды үнемі қаперде ұстайтын ата-ананың балалар салмақты, байсалды, барлық жағынан үлгілі болып өседі. Біреудің ала жібін аттамайды, айналасына ұдайы мейірім шуағын шашып, ораза ұстап, намаз оқиды. Яғни, Аллахтан әмір болған 5 парызды өтеп, харамнан бойын аулақ ұстайтын әйел мен ер кісі құрған шаңырақтың іргесі берік болады. Қоғамды ізгілікке бастайтын мұндай парасатты отбасының балалары мен немерелері де өз ұлтының барлық құндылықтарын терең игермек. Бойына діні мен ділін қатар сіңірген ұрпақтың рухы да биік болмақ.
Қазақ әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер дейді. Осы мәйекті сөзде айтылғандай, жар таңдағанда ең әуелі көрке емес, көргенді жерден шыққанына көңіл бөлген абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде қоқыста өскен қызыл гүлге қызықпаңдар деп ескертеді. Мәнісін сұраған сахабаларына айтпағым нашар ортада өскен сұлу әйел деп түсіндіреді. Хазіреті Омар радиаллаху анху хадисте тарқатып, жаман ортада өскен сұлу әйелден сақтаныңдар, себебі одан туған бала негізге тартпай қоймайды. Текті, көргенді жердің қызын таңдаңдар, себебі ол өзінің әкесіне, көкесіне, бауырларына тартқан ұрпақты дүниеге әкеледі деген. Ата-бабамыз ұрпағына көргенді жердің қызын алуды үгіттеп былай деген: жал құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп жаманнан қатын алмаңыз. Айтқанымды тексермей, алдартыңды тектемей, жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінер ат тумас. Ақылымды ескермей, жаманнан қатын алсаңыз, топқа түсер ұл тумас. Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да, тартпай қоймас негізге. Бұхар жырау. Парасатты отбасы құру болашақ ошақ иесі мен отағасына да сын. Халқымыз ертеректе ер жігіттерді бұлайша сынаған екен: күйеу жігіт білім-білігі бар, шаруашылыққа икемді, епті болуға тиіс. Ата-бабаларымыз пайғамбардың сүннетін өтей алсаң, үйлен дейді екен. Ол үшін ат үстінен аударысу, жамба ату, садақ тарту, шауып бара жатып шығанаққа салынған затты ілу, күрес тұру, отын жарғызу, мал бақтыру, диқаншылық, қонақ күту, той-домалақты өткеру, өлең айту, мал сою, пышақ қайрау, шалғы, кетпен шыңдау, тағы сол сияқты сынақтардан өткізген. Сөйтіп, өз беттерімен жандарын бағып, үй болып кете алатындарына көздерін жеткізген. Ұстамдық жағынан бүгінгі таңда да дәл аталғандардағыдай болмаса да, сол сипатта шарттар қоюдың қажеттілігі артпаса, кеміген жоқ. Бірақ бұған әртүрлі себептермен елеусіз қалудың салдарынан кейбір жас жігіттер отбасылық өмір шындығымен бетпе-бет келгенде осалдық танытып, жаңа көтерген шаңырақтарын шайқалтып алып жүр. Демек, қалыңдық та жар таңдау барысында жігіттің бойынан нағыз ер азаматқа тән қасиеттерді іздеген жөн. Ислам дінінде иманды, ибалы жар таңдау ең әуелгі міндеттердің бірі. Хазірет Омар радиаллаху анху халифа болып тұрған кезінде бір кісі келіп, баласының қылықтарына көңілі толмайтынын айтады. Сөз тыңдамай, қит етсе өзіне қарсы келетінін сөз етеді. Халифа баланы шақыртып, бұның себебін сұрайды. Бала: уа мұсылмандардың әміршісі, әкенің бала алдында ешқандай міндеті жоқ па деп сұрайды. Әрине бар деп, халифа ол міндеттерді былай деп тізбектейді. Әке ең алдымен болашақ ұрпағына ары таза, мінез құлқы жақсы ана таңдауы керек, яғни сондай әйелді жар етуі қажет. Сосын баласына жақсы ат қоюы, әрі оған Құран кәрімді үйретуі қажет. Мұны естіген бала: ендеше, әкем бұлардың ешбірін дұрыс орындаған емес. Маған ана ретінде таңдаған әйелі мәжуси, отқа табынушы. Қойған аты таспаққа деген мағынаны береді. Ал Құраннан бір әріп те үйреткен емес дейді. Сонда Хазірет Омар баланың әкесінен қарап: негізінде сенің үстіңнен балаң шағым жасауы қажет екен. Баланың алдындағы парызыңды орындамасаң, бала да әкенің алдындағы өз міндетін орындамасы анық деп кінәнің әкеде екенін түсіндірген екен. Міне, мұсылмандықта дүниеге келген баланың тәрбиесі шаңырақ құрылмай тұрып ойластыру қажеттігі осыдан. Ислам отау құрмаған бозбала мен бойжеткенге ана әрі әке ретінде қарап, болашақ бала тәрбиесіне қаншалықты үлес қосатынына баса назар аударады. Демек, қыз бен жігіт қол ұстасып, жанұялық өмірге қадам баспай тұрып, бір-бірінің бойынан осындай қасиеттерді іздестіруі керек.
Себебі ұрпақ тәрбиесі ер мен әйелдің үйленуге шешім қабылдаған сәтінен бастау алады. Қазіргі кезде көптеген жастар осы бір өміршең мәселеге атүсті қарайды. Тіпті көшеде, кафеде, клубта кездескен кез келген біреумен асыл және құрып та кете береді. Отбасы мәселесіне жан-жақты қарап, тәжірибесі бар кісілердің пікіріне құлақ асқан жөн. Кейде сезімге беріліп үйленуден бақыт күткен жанұя оба жайпап, ойраны шыққан тамұққа айналуы мүмкін. Діндар деген кейбір кісілердің өзі осы мәселеге келгенде орашолақтық танытып, кейбір жайттарды ескермей шалыс басып жатады. Ондайда жанұяның берекесі қашып, ырың-жырыңнан көз ашпайды. Ұрыс керіс те үзілмейді. Өйткені отағасының діндарлығы әйеліне, ал әйелінікі еріне ұнамай ырду-дырду күй кешеді. Мұндай жағдайда ерлі-зайыптылар тіл табыса алмай, екеуі екі бөлек әлемде өмір сүреді. Күйеуі діндар, әйелі діннен хабарсыз, немесе керісінше жанұяда екі түрлі кітап, екі түрлі газет оқылады, екі түрлі әңгіме айтылады. Әйелі бір нәрсені қаласа, оны күйеуі жақтырмайды. Әйелі діни заңдылықтарды, иманды, тәрбиені айтса, күйеуі оны жанжалға айналдырады. Мұндай сүреңсіз өмір сүруге келе ме, келмей ме, төрелігін сіз айтыңыз. Ақ неке. Отбасы ұғымы тек ұрпақ жалғастығымен өлшенбейді. Отбасы қоғамның маңызды бір бөлігі, ұлттың бүгіні мен ертеңі. Сол қасиетті шаңырақтың сүттей тазалығын, шаттығы мен бақытын ақ неке одан әрмен бекіте түседі. Неке дегеніміз үйленуге ниет еткендерге қойылатын діни талаптарды орындай отырып, екі жастың қол ұстасып, өз қалауымен бас қосып шаңырақ көтеруі. Өйткені оның белгілі бір мақсаты бар. Аллах тағала некенің шарттарын тәрк еткен отауға разылық танытпайды. Дін адал некеге құрылған отбасын ұлттың негізіне, іргетасына, тірегіне балайды. Сондықтан ислам ғалымдары некелесу мәселесін адамның жеке жағдайымен байланыстыра отырып, үйленудің парыз, уәжіп, сүннет, харам, мәкрух секілді дәрежелерін анықтаған. Яғни үйлену әркімнің рухани һәм материалдық жағдайына қарай әртүрлі сипат алуы мүмкін. Осы себепті үйлену біреуге уәжіп болса, енді біреуге мәкрух. Енді осы мәселеге жеке-жеке тоқтала кетейік. Парыз. Зина жасау қаупі төнген бойда қысы, егер үйленгеннен кейін отбасын асырай алатындай жағдайы болса, онда оның күнәдан сақтану үшін парыз, яғни харам істерге бой алдыру қаупі төнген адамға ең абзалы үйлену. Өйткені оның үйленуден тартынуы өзіне де, қоғамға да зиянды. Сүннет. Зина жасау қаупі жоқ болса да, шаңырақ көтеруді қалаған адамның үйленуі сүннет. Харам. Үйленгеннен кейін теріс жүрісін тоқтатпайтын, немесе отбасын бағу үшін ұрлық, қарлық, парақорлық сияқты түрлі теріс әрекеттерге, яғни діни тұрғыдан тыйым салынған істерге баратын адамның үйленуі харам. Ғалымдар бұл үкімді жұбайына зәбір көрсететіндерге де қатысты деп санайды. Мәкрух. Үйленгеннен кейін жұбайына қиянат жасайтыны анық білінбесе, немесе отбасын асырау үшін харамға баруы мүмкін болса, ондай адамның үйленуі мәкрух. Мубах. Табысы адал, зина жасау ықтималдығы жоқ, діндар, тақуа, мәһір беретін жағдайы бар, ісі тыңғылықты адамның үйленуі мәмдух не мүбәх, яғни құптарлық. Ондай адам қаласа үйленеді, қаламаса үйленбейді. Міне, ислам дінінде үйленудің өзін жан-жақты талдап, қандай жағдайда оның парыз, сүннет немесе харам болатынын анықтау арқылы үйленуге атүсті жеңіл қарауға болмайтыны ескертілген. Егер мұндай аса маңызды мәселе барлық жағынан көңілге қонымды ұстанымдарға негізделмесе, сот орындары жесір әйел мен жетім балалардан көз ашпас еді. Дін некеге қатысты барлық мәселелерді әу бастан таразылап, соңы түрлі келеңсіздіктерге ұшырататын некелесуді харам немесе мәкрух секілді категорияларға бөліп қарастырып, көбіне сезім билейтін мұндай жағдайда ақыл мен ойды
бірінші кезекке қойған. Сондықтан да бір басын екеу етуге ниеттенген нағыз мұсылман некеге тән құмарлығы ретінде ғана емес, тұтас бір ұлттың, қоғамның болашақ ретінде қарай білуі керек. Ал тәндік тояттау мен ләззат алуды осындай ұлы мақсатты жүзеге асыру үшін адам баласы Аллахтың берген кішігірім сыйы деп түсінген жөн. Бұлайша айтқанда, ұлттың байрағын желбірететін адамгершілігі мол ұрпақ өсіру үшін берілген ынталандыру сыйлығы деп қабылдау керек. Сонымен неке Хақ тағаланың рұқсаты аясында қиылғаны абзал. Себебі неке дегеніміз көзге көрінбейтін рухани жіп. Оның кереметтігі Аллахпен байланысында. Неке барысында дұға оқылып, ислами ұстанымдар шеңберде қиылуы және мәһір бекітілуі тиіс. Өз атымен қиылған некені жасаған не құтты әрі берекетті етеді. Мұндай неке баянды болашақ пен жарасымды өмір сүрудің кепілі. Ұрпақ сүю. Өмірлік серік ретінде бір-бірін таңдап, ақ некесін қиған жас жұбайлар жанұялық өмірдің табалдырығын аттаған күннен бастап болашақ сәбидің жағдайын да ойластыруы керек. Себебі дүниеге келетін сәбидің тәрбиесінде жүктілікке дейінгі кезеңнің де өзіндік орны бар. Бұл кезең туралы ерлі-зайыптыларға Құран аяттары мен пайғамбарымыздың хадистерінде өсиеттер айтылып, бағыт-бағдар көрсетілген. Мысалы, Құран кәрімде оларға, яғни әйелдерге итеккірден тазарғанға дейін жақындаспаңдар деп, ондай күндері төсек қатынасына тыйым салады. Түрлі ауруларға себеп болатындықтан бұған медицина бойынша да рұқсат етілмейді. Ал мұсылман ғалымдарының пайымдауынша, осы тыйымның бір ұшы болашақ ұрпаққа әсер етіп, баланың ауру болып туылуына жол ашуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде, жұбайларыңа жақындайтын кезде бисмиллах, Раббым, мені шайтаннан, шайтанды да бізге нәсіп ететін перзенттен алыстата көр десе, әрі осыдан кейін Аллах оларға перзент нәсіп етсе, шайтан ол балаға ешқашан жамандық жасай алмайды деп баяндайды. Хадистің мазмұнына терең үңіліп қарайтын болсақ, болашақ ұрпақтың шайтанның тұзағына түспейтін ақылды, адал ниетті болуын ақ отаудың алғашқы күнінен ақ ойластыру керек екенін байқаймыз. Демек, отау құрған күннен бастап ерлі-зайыптылардың әрбір әрекеті болашақ баланың тәрбиесіне әсер етпек. Ғұламалар кейбір хадистердегі ескертулер шайтанның жамандығынан сақтану мақсатын көздейді деп топшылайды. Мысалы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде ерлі-зайыптылардың түнде төсекке жатқанда денелерін жамылуы қажеттігі ескертіледі. Хадисті талдаған ғалымдардың пікірінше, оның бір себебі адамның әурет жерлері ашылған кезде періштелер ұялғандарынан бөлмеден шығып кетеді. Ал періште жоқ жерге шайтан үйірсіктейтіні белгілі. Сондықтан сол түні Аллах тағала оларға бала нәсіп етсе, балаға шайтанның серік болатыны айтылады. Ал кей ғалымдар мұндай баланың ұяттан кенде болып туылатынын алға тартады. Бала тәрбиесіне қатысты еңбектерде жас отаудың түрлі нәзік мәселелерін қозғайтын құнды деректер бар. Мысалы, ерлі-зайыптылар лықа тойып жатып, сол түні оларға бала нәсіп етілсе, баланың жайбасар, ал егер асқазаны қалыпты жағдайда болса, баласының ширақ болатыны баяндалады. Сонымен қатар, ғалымдардың топшылауынша, егер ерлі-зайыпты жандар жыныстық қатынастан соң, «Уа Раббым, бала берсең атын Мұхаммед деп қойдым» деп тілек тілесе, немесе әйел оң жағына қарап жатып аз ғана ұйықтаса, онда дүниеге ұл келуі мүмкін. Дей тұрғанмен, бұл айтылғандардың шариғатта бекітілген нәрселер емес, тек мұсылман ғұламаларының түйген ой пікірлері екенін есте ұстаған абзал. Бұл жерде ескеретін бір мәселе, дініміздің ерлі-зайыптылардың әрбір әрекетінің болашақ баланың мінез құлқына, болмысына әсер ететіндігіне баса назар аударуы. Бала жатырға түскенге дейінгі оның болашақ тәрбиесіне қатысты қадамдардың бірі ұрық тазалығы.
Бұл жайында педагог ғалым Ғаббасов өз ойын былай білдіреді. Семья құруға дайындалу кезеңінде екінші бір көңіл аударатын үлкен мәселе бұл осы уақытқа дейін ескерілмей де тіпті айтылмай да келген ұрық тазалығы жайындағы түсінік. Адамзат қауымы бүкіл саналы тіршілігінде өзі өсіріп отырған өсімдіктің дәнінің сорттылығын жетілдірумен болса, ал үй хайуанаттарының тұқымын асылдандыруды ойлап, арып, шаршай жүріп, өз ұрпағының келешегін мүлдем естен шығарып алғандығына не деуге болады? Тіпті ол өзінің ұрпақтарын асылдандырмақ түгілі ұрығының тазалығын сақтауға да тырыспайтынын қалай түсінеміз? Ары қарай жазушы тіпті табиғат қойнауында тіршілік ететін күллі жан-жануардың ұрпақ қамына кірісерде судың тек тұнығын ішіп, шөптің асылын жеуге тырысатынын айта келіп, ал халық тәрбиесінің тәлімінен көптен бері қол үзіп қалған жандардың керісінше, ақ отауға кірер алдында той жасап, тойда арақ-шарапты судай сіміріп, 2 жасқа да ішкізіп, соның салдарынан уланған ұрпақтың дүниеге келетінін, осылайша болашағымызға өз қолымызбен балта шауып жатқанымызды баяндайды. Негізінде бұл өмір салтының мұсылмандық дәстүрлерінен қол үзіп қалғандығымыздың белгісі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде ішке түскен бір түйір харам азықтың 40 күн бойы адам денесінен кетпей қанында жүретіндігін ескерткен. 40 күн бойы қанның құрамында сақталатын харам азықтың адам ұрығына да әсер ететіні даусыз. Харамнан сақтанып, тек адал ырзықпен қоректенген пенденің ұрығы да, перзенті де қай жағынан болсын мұнтаздай таза болары анық. Қайырлы ұрпақ қайтсе туады. Әңгіме. Сәбиттің жігіт кезі еді. Бірде ол арықта ағып келе жатқан қып-қызыл алманы көреді. Іле қолына алып қызықтап тұрып, шыдамай бір тістейді. Артынша, бұл ісім дұрыс болды ма өзі? Мүмкін бұл алманың есі бар шығар. Байқамай біреудің ақысын жеп қоймадым ба деп күдіктеніп, өзен бойымен жоғары қарай өрлеп алманың есін іздеуге шығады. Әлден уақытта алдынан бір бау кезігеді. Жеген алмам осы баудан шығар деп ойлаған Сәбит баудың есіне барып жолығып, мүмкін болса кешіруін өтінеді. Бағбан 3 жыл өзіне қызмет етсе ғана кешіретіндігін айтады. Амал жоқ, келіседі. Жігіт 3 жыл өткен соң кетуге рұқсат сұрайды. Бағбан оған: тағы бір шартымды орында. Менің қызым бар, көзі көрмейді, құлағы естімейді, қол аяғы сал, өзі мылқау, соған үйленесің дейді. Жігіт тағы да келісімін береді. Бірақ жігіт қызды көргенде таң қалады. Өйткені қыздың еш кемістігі жоқ, сап-сау әрі сұлу еді. Бағбаннан мұның мәнісін сұрайды. Сонда бағбан: қызым ұят нәрселерге қарамайтын, сол үшін оны соқыр дедім. Ал керең деуімнің мәні, қызым балағат сөздерді естіген емес, харам нәрсеге қол созған емес, харам жерге аяқ басқан емес, сол себепті оның қол аяғы сал дедім. Аузынан ғайбат сөз шықпағандықтан оны мылқау дедім. Қызымды сен сияқты кісі ақысын жемейтін, тақуа, иман жүзді жігітке берсем деген арманым бар еді. Бір көргенде сенің адал екеніңді байқадым. Сонда да сынап көргім келді. Бұдан былай ерлі зайыпты болып, бірге тату-тәтті өмір сүріп, бақытты болыңдар деп ақ батасын береді. Міне, осындай пәк, тақуа, текті отбасында әлемге әйгілі ғалым имам Ағзам Әбу Ханифа дүниеге келген. Мүбәрак күйеу бала. Ертеде Мәрв қаласының қазысы бойжеткен қызына жар іздепті. Хабар елден елге тарап, құда түсушілердің саны күннен күнге артса керек. Бірақ неге екенін айттырушылардың ешқайсына қазының көңілі толмапты. Сөйтіп жүргенде бір күні түс көріпті. Түсінде қызының теңі есігінде жүрген Мүбәрак деген құл екендігі аян болыпты. Түсті қатарынан бірнеше рет көрген соң лажсыз құлын ары-бері сынапты. Сенімді, салиқалы екеніне көз жеткізгеннен кейін қызын ешкімнің қарсылығына қарамастан құл да болса соған некелеуді ұйғарыпты. Арада бір айдан аса уақыт өтеді. Бір күні қазы қызының қал жағдайын біліп, қайтайын деп жас жұбайлардың үйіне барыпты.
Оңаша әңгіме барысында қыз күйеуінің өте жақсы кісі екенін, алайда осы уақытқа дейін қасына әлі жақындамағанын білдіреді. Қазы дереу күйеу баласын шақыртып істің мәнісін сұрайды. Жігіттің жауабын естігенде қазының еріксіз көңілі босапты. Қызын нағыз өзі арман еткен жігітке қосқанына көзі жетіп, Аллахқа 1000 мәрте шүкіршілік айтыпты. Атасының сауалына күйеу баласы: қаланың атақты биі болғандықтан сізге келіп кетушілердің көп екендігі белгілі. Сыйлықтар мен сый-сияпаттар да әкеліп жатады. Сол сый-сияпаттардан қызыңыз аңдаусызда дәм ауыз тимеді ме екен деген ой келді. Харам ас жесең, оның әсерінен 40 күн өтпейінше толықтай арылмайсың дегенді хадистерден оқып едім. Сол үшін қымбатты жұбайымды алдымен 40 күн өз маңдай теріммен тапқан адал табыспен асырағанды жөн көрдім. Сонда ғана Аллах тағаланың нәсіп етер ұрпағы ертең иманды көргенді болар деп үміт еткен едім деп жауап берген екен. Кейіннен осы шаңырақта дүниеге келген Абдуллах ибн Мүбәрак өскенде беделді ғалым әрі әулие кісі болыпты. Бір ескерте кетерлігі, біз бұл жерде ерлі-зайыптылар осылай міндетті түрде 40 күн тазару керек деген ой айтудан аулақпыз. Өйткені бұл шариғат белгілеген нәрсе емес, тек бұрынғы тақуа мұсылмандардың қайырлы ұрпақ тәрбиелеу жолындағы барған қадамдары ғана. Бәлкім осы ғибратты әңгімелер біздің де бала тәрбиесіне деген жауапкершілігімізді арттырар. Дұғаның маңызы. Дұға әлсіз, әлжуаз пенденің құдіреті шексіз ұлы жаратушымен үнемі байланыс құруы, арқа сүйеуі. Дұға мұсылмандағы асқақ арман тілектің көрінісі. Адам баласының осы асқақ арман тілегінің ішінде ұрпақ сүю де бар. Сондықтан ол жаратқаннан ұрпақ сыйлауын сұрап дұға жасайды. Бірақ сұраған ұрпақ қандай болуы қажет? Бұл мәселеге қатысты Құран аяттары пайғамбарларды мысалға келтіре отырып, ерлі-зайыптыларға ұрпақ сұрағанда қалай дұға жасау керектігін үлгі етеді. Мысалы, Құран кәрімде Закарияның алейхиссалам шын жүрегімен Аллахқа жалбарынып былай деп тілегені баяндалады. Ол жерде Закария дұға жасады: Раббым, маған пәк ұрпақ нәсіп ете көр. Күмәнсіз, сен дұғаны шын мәнісінде естушісің. Закария пайғамбар алейхиссалам жай ғана ұрпақ тілеп тұрған жоқ, Аллахты сүйіндіретін, пайғамбарды қуантып, әкенің көңілін марқайтатын, ұлттың тірегіне айналатын таза, арлы ұрпақ сұрап тұр. Ибрахим пайғамбар алейхиссалам ауылынан шығып бара жатқанда: Аллах тағалам, маған салихалы бір ұл бере көр деп дұға жасайды. Жаратушы ие дұғасын қабыл алып, Исмаил пайғамбарды алейхиссалам береді. Ибрахим пайғамбар мен ұлы Исмаил алейхиссалам қағбаны салып жатқанда былай деп дұға жасаған: Уа Раббымыз, бізді саған бас иетіндерден қыла көр, ұрпағымыздан саған бағынатын үмбет шығара көр, бізге ғибадат жөнін көрсет, тәубелерімізді қабыл ала көр, өйткені сен тәубелерді қабыл етуші әрі өте мейірімдісің. Олар шынайы мұсылман, саналы ұрпақ тіледі. Ибрахим пайғамбар мен ұлы Исмаил қағбаны тұрғызу барысында жаратқанға көп жалбарынады. Сол дұға тілектің бірі сауапты іске үйір, өнегелі ұрпақ еді. Хақ тағала олардың шынайы көңілмен жасаған дұғаларын қабыл алып, Ибрахим пайғамбардың ұрпағынан 100 деген пайғамбар, ал оның ұлы Исмаилдың ұрпағынан адамзаттың асылы Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам дүниеге әкелді. Ибрахим пайғамбар: Уа Раббым, мені және ұрпағымды намазын тастамай оқитындардан ете көр. Уа Раббым, осы дұғамды қабыл ете көр деп діндар әрі тақуа ұрпақ тіледі. Ал Адам пайғамбар алейхиссалам мен Хауа анамыз былай деп дұға жасаған: Ант етейік, егер бізге игі бала берсең, саған шүкіршілік білдіретін боламыз. Құран тәпсіршілері бұл дұғадағы игі баланың 12 мүшесі сау, ақыл есі дұрыс бала екенін білдіреді. Демек, дұғада болашақ баламыздың денсаулығын да тілеу артық емес. Құран кәрімде пайғамбарлармен қоса игі кісілердің де Аллах тағаладан ізгі ұрпақ тілегені баяндалады. Және ол кісілер: Раббымыз, бізге көзіміздің нұры боларлық ұрпақ нәсіп ете көр, әрі бізді тақуа жандарға имам қыла көр дейді.
Көздің нұры боларлық ұрпақ ата-анасын қуантатын, адамзаттың қамын ойлайтын, халқына пайдасы тиетін ұрпақ емес пе? Олай болса, Құран кәрім осындай ізгі ұрпақ тілеу керектігін үйретуде. Ал Имранның жұбайы Мәриямды туған кезде оны, Мәриямды және оның ұрпағын қуғынға ұшыраған шайтанның жамандығынан сақтай көр деп тілеген екен. Бұл дұға көбіне әйелдер босанатын кезде айтылады. Дегенмен бұл тілекті жалпы ұрпаққа қатысты да айтқанның артығы жоқ. Құранда берілген дұғалардан адамзат үшін ізгі ұрпақтың қаншалықты маңызды екенін байқаймыз. Себебі пайғамбарлардың өзі кейінгі ұрпағының тақуалығын тілеген. Біз пендешілікпен әйтеуір бір ұрпақ бере көр, немесе ұл немесе қыз болсын деп сұрап жатамыз. Ал оның қандай болып өсетінін көп ойлана бермейміз. Сондықтан ұлы жаратушыдан салихалы ұрпақ сұрау керек. Ол үшін ұрпағымыз өмірге келмей тұрып аталмыш мазмұндағы илахи дұғаларды көбірек жасаған абзал. Жүктілік. Адам баласының бұл өмірге саяхаты жатырға түскен сәтінен басталады. Құран кәрімде сәбидің ана жатырындағы даму кезеңдері. Расында біз адамды нағыз балшықтан жараттық. Сосын оны шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге, жатырға орналастырдық. Сосын ол тамшыны алақаға, жабысқақ ұрықтанған клеткаға, сосын оны мудғаға, бір шайнам ет бейнесіндегі жаратылысқа, сосын мудғаны сүйектерге айналдырдық. Сосын сүйектерді етпен қаптадық. Сосын оны басқа бір жаратылыс жасадық. Аллах ең керемет жаратушы деп баяндалады. Осы кезеңді 19 ғасырдың дүлдүл ақыны Мәделі Жүсіп Қожаұлы былайша жырға қосқан. Басында қатыра судан болдық пайда, неше күн шайқатылып жүрдік бойда, сол судан қан сөл ғайып пайда болып, сүйекпен етке шаптық 3-4 айда. Тарықпай тар құрсақтан тауып қорек, 9 ай 10 күн жаттық осы жайда. Ал хадисте бұл кезеңдер әрбір адамның жаратылысы ана жатырында 40 күнде ретке келеді. Сосын тағы сондай кезеңде алақа, тағы сонша күнде мудғаға айналады. Сосын бір періште арқылы рух беріледі. Әлгі періштеге енді сәбидің рызығын, ажалын, бақытты немесе бақытсыз болатынын жаз деген бұйрық келеді деп түсіндірілген. Кейбір хадистерде сол аралықты сәбидің жынысы ұзын немесе қысқалығы, ауру немесе сау болатыны да белгіленеді делінген. Жүктілік кезең бала тәрбиесі тұрғысынан маңызды кезеңдердің бірі. Себебі қазіргі ғылыми зерттеулер бойынша баланың мінез құлқының кейбір тұстары осы кезеңде қалыптаса бастайды екен. Мысалы, гинекология саласының білікті мамандары жүктілік кезеңде ананың әрбір әрекеті мен сезімдерінің іште жатқан сәбиге жағымды немесе жағымсыз түрде әсер ететінін айтып былай дейді. Іште жатқан сәбидің қимылдары анасының қуанғанына немесе қайғырғанына қарай өзгереді. Анасы мұңайғанда қимылсыз жатқан сәби анасы қуанғанда жыбырлап қозғала бастайды. Осылайша сәби жатырда жатқан кезде өзінде анасының психологиялық күйіне қарай көңілді, мұңды немесе томаға тұйық мінезді бойына сіңіреді. Ананың психологиялық көңіл күйі қан арқылы балаға өтіп тікелей әсер етеді. Егер ана ренжісе немесе бір нәрседен қорықса, ішкі бездерден бөлінетін сөл қанға араласады. Артынша балада да сондай көңіл күй пайда болады. Аяғы ауыр әйел баспалдақтан шыққанда немесе темекі тартқанда іштегі сәбидің де жүрек соғысы жиілей түсетін көрінеді. Ал анасы шаршағанда жатырда жатқан баланың қимыл қозғалысы үдей түседі екен. Ғалымдардың айтуынша, аяғы ауыр кезде темекі шеккен әйелдер қылмысқа бейімдеу ұрпақ әкелетін көрінеді. Себебі темекінің уы жатырдағы сәбидің миын зақымдайды екен. Ал шетелдік зерттеуші Суседик баланы жатыр кезеңінде-ақ тынышталдыру керектігін алға тартады. Оның айтуынша, егер болашақ ана жатырдағы баласымен тыныш жерде көп сөйлессе, онда баланың бойында ата-анасына деген сенім қалыптаспақ.
5 айлық кезінде жатырдағы баланың есту мүшесі жетіліп, сырттан келген дыбыстарды ажырата бастайды. Осы кезеңде балада өмір бойы қолданатын ми клеткаларының жартысынан көбі пайда болады. Ал жүктіліктің 28-ші аптасынан бастап іштегі баланың қабылдау қабілеттері артып, тіпті анасы жеген тәттіні сезіп қуанады екен. Сондай ғалымдардың пікірінше, жүктілік кезеңіндегі стресс бала денсаулығындағы кінәраттарға жол ашады. Демек, жүктілік кезеңінде ананың жеген тағамнан бастап, көңіл күйі, өмір сүріп жатқан ортасына дейін бәрі баланың мінез-құлқына әсер етеді. Осы орайда Жүсіп Баласағұн бабамыздың құрсақта біткен қылық қара жерге бірге кіреді деген сөзінің мәні тереңде жатса керек. Жүктілік кезінде ана Құранды көп тыңдап, оны өзі де дауыстап оқитын болса, баланың жатырда жатып-ақ Құранмен танысуына жол ашады. Құлшылығын атқарып, дұғасын жасаса, іштегі сәбиімен бірге жалбарынғандай болады. Анасы әрбір әрекетіне мұқияттылық танытып, мұсылмандыққа сай өмір сүрсе, іштегі баласы сол кезде-ақ бақыттылардың қатарына қосылады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай деген еді: бақытсыз адам анасының құрсағында жатқанда бақытсыз, бақытты адам анасының құрсағында жатқанда бақытты. Мінекей менің құрметті оқырмандарым, Құдайберді Бағашардың «Исламдағы бала тәрбиесі» атты кітабының бірінші тарауы тамам. Екінші тарауында сіздерді күтетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі тарауда кездескенше, ассаламу алейкум.